Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеомызда осындай лекаланы қажет етпейтін оңай юбканы тігіп үйренеміз. Бұл жерде бізге қажеті бөксеміздің айналымы, ол бізде 100 см. Юбканы бастамас бұрын менің каналыма жазылып, лайк басып кетсеңіздер. Юбкамызды тігуді артқы бойдан бастаймыз. 1 метр матаны ортасынан бүктеп, осы өлшем бойынша бүктеп дайындап аламыз. Және ортасынан 25 см жүргіземіз. Төмен қарай 2 см түсіреміз. Келістіріп, доғал қылып, осы жерін сызып аламыз. Одан кейін юбканың етегі бізде 60 см. Ол ені және ұзындығы 93 см. Дайын күйінде юбкамыз 90 см. Ол жерде біз тігіске берілетін, етегі қайтарылатын қосымшаларын бірден қосып, кесіп аламыз. Мен бұл юбканы тігу барысында мокрый шелк матасын қолдандым. Юбканың өлшемі 44, 46, 48 өлшемдерге жүреді. Базовый лекаланы қолданбай, осылай оңай юбкамыздың пішімін тұрғызып, кесіп аламыз. Артқы бойды кесіп алып, артқы бойдың ортасына белгі қойып, дайындап қоямыз. Кезекте алдыңғы бойды кесіп алайық. Матамызды ортасынан бүктеп, бүктеген жерінен 2 см ары қойып, артқы бойды қоямыз. Үстіңгі жағынан 2 см төмен түсіреміз. Сөйтіп алдыңғы бойды кесіп, дайындап аламыз. Оның да ортасын тауып аламыз. Әрі қарай осы видеода көрсетілгендей, алдыңғы бойды ортасынан бүктеп, етектерін түзулейміз. Бұл бізде жаны. Осылай бүктеп көреміз, сол кезде жандары артық болатын болса, осылай кесіп тастаймыз. Алдыңғы бойды да, артқы бойды да. Ендігі кезекте юбкамыздың қалтасын дайындап аламыз. Қалтасы мен астары бізде бірге болады. Юбкадан қалған матамыздан, жанынан қалған маталардан осылай қалтаны кесіп аламыз. Мен осы өлшем бойынша кестім. Сіздер өздеріңіз қалаған өлшеммен кессеңіздер болады. Менде юбка жұқа болғаннан кейін қалтамды қатты үлкен қылмадым. Видеода көрсетілгендей кесіп дайындап аламыз. Қалта бізде 2 дана. Алдыңғы бойдың жанынан қалтаны белгілейміз. 5 см үстінен белгілейміз және қалтаның аузының ұзындығы 14 см қылып белгілеп аламыз. Бұл бізде қалтаның аузы. Үлкен адамдарға 14-15 см, 13-15 см жақсы келеді. Қалтаның аузы созылып кетпеу үшін дублерінен, флизелінен немесе арнайы лентаны алып, қалтаның аузына жабыстырып аламыз. Менің дублерінен кесіп алған размерім 15-1,5 см. Алдыңғы және артқы бойды бір-біріне теріс жағынан қойып аламыз да, жаңа кесіп алған қалтаны астарын ортасына қойып, қалтаның аузын
белгілейтін боламыз. Қалтамыз астармен қосылып дайын. Енді алдыңғы бойдың қалта аузына дублеринді жабыстырып аламыз. Әрине үтіктің көмегімен. Міне біз екі жанына да дублеринді жабыстырып алдық. Келесі кезекте алдыңғы бойға қалтамызды қосып тігеміз. Иненің көмегімен бірін-біріне қосып түйреп аламыз. Және машинкамызға 1 сантиметр қалдырып, түзу тігіспен тігіп шығамыз. Бұйымымызды оң бетіне аударып, қалта тұсынан 1 миллиметр тігіс жүргіземіз. Ол біздің қалтамыздың оң бетке айналып шығып кетпеуіне көмегін тигізеді. Келесі кезекте осы тіккен тігісімізді бүктеп, үтіктеп дайындап аламыз. Міне бізде үтіктеп дайындап әкелдім. Енді қалтаның орналасу орнын белгілеп алайық. 5 сантиметр қылып белгілеп, инені түйреп қоямыз. Және қалтамыздың астарының астын бір-біріне қосып тігіп аламыз. Бірінші жай машинкада тігеміз. Онан кейін шетін өңдеуге мен оверлокта тіктім. Енді біз көмекші тігістер жүргізіп алайық. Қалтаның астарын және үстіңгі жағын жай ғана түзу сызықпен бір-бір жүріп өтеміз. Міне осылай алдыңғы бойды дайындап алдық. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай бізде қалта шықты. Өте ыңғайлы қалта. Мына қалтаның астары өте қолайлы қалта болды. Қалтаның астар жағынан қарағанда осылай көрініп тұрады. Енді бізді алдыңғы бөлікпен артқы бөлігімізді бір-біріне қосып тігеміз. Жан тігістерін 1,5 сантиметр қалдырып тігіп шығамыз. Және оверлоктың көмегімен өңдеп аламыз. Екі жанында осы тәсілмен өңдеп тігіп аламыз. Және үтіктің көмегімен тігістерін жатқызып үтіктейміз. Әрбір тіккен тігісті үтіктің көмегімен үтіктеп, жатқызып, үтіктеп отыру керек. Ендігі кезекте юбкамыздың етегінің ұшын оверлокпен айналдырып жүріп өтеміз. Етегін әртүрлі тәсілмен өңдеуге болады. Мен ең оңай тәсілін таңдадым.
Кезегimiz енді юбканың белін өңдеуге келді. Беліміздің шеңберін сантиметрлік лентаның көмегімен айналдырып өлшеп аламыз. Өлшем бойынша менде 104 сантиметр шықты. Және осы белімізге арналып белбеуін тігеміз. Оны осы шеңбердің ұзындығымен бірдей қылып кесіп аламыз. Видеода көрсетілгендей өзімізге қажет ұзындығын аламыз. 104 сантиметр ол бізде шеңбер айналым ұзындығы, және резинкамыздың енін өлшеп аламыз. Менде 4,5 сантиметрлік резинка екен. Енді оны тігетін материалымызды кесіп алайық. Бұл біздің беліміз. Беліміздің ұзындығы 104, ені 11 сантиметр болды. Ал резинкамызды белге алғанда 68 сантиметр. Өздеріңізге керек өлшемді кесіп алыңыздар. Беліміздің алдыңғы орта бойын белгілеп алайық. Қазір тігу барысында бізге қажет болады. Және белді бір-біріне қосып, резина өтетіндей кішкене осындай тігістікпей қалдырып кетеміз. Ол жерден қазір резинкамызды айналдырамыз. Машинкамен осылай тігіп алдым. Енді бірін-біріне қаратып, белдемшеге белгілері арқылы иненің көмегімен түйреп қосып дайындап аламыз. Немесе ине жіптің көмегімен көктеп тігіп алсаңыздар да болады. Машинканың көмегімен юбкамен белімізді қосып айналдырып тігіп аламыз. Және оверлокпен өңдеп шығамыз. Міне біздің беліміз дайын. Енді резинканы өткізе берейік. Түйреуіштің көмегімен резинкамызды өткізіп аламыз. Өткізіп алған резинканың ұшын бір-біріне зигзаг тігісі арқылы қосамыз. Және резинкамызды белімізге кіргізіп, қолымыздан бір қалыпты қылып реттеп аламыз. Және ортасынан бір тігіс жүргіземіз. Осымен біздің юбкамызды дайын деуге де болады. Енді алдында жүргізген оверлоктың қасынан 2 сантиметр қайтарып, етегін тігеміз. Үтіктің көмегімен юбкамыздың етегін және түгел үтіктеп аламыз. Міне біздің осындай оңай, лекаласыз тігілетін юбкамыз дайын. Сіздерге ұнаса менің каналыма жазылып, лайк басып, достарыңызға таратыңыздар. Баршаңызға рахмет.